кейбір адамдар сұрап жатыр да, Ренат, сен неге проекттерді көрсете бересің, неге реализовать еткен ғимараттарыңды көрсетпейсің дейді. Біріншіден біздің бағытымыз в основном сол проект, визуализация, дизайн, документацияға бағытымыз сол. Екіншіден мен тек қана осы тұрып жатқан қаладан жасамаймын ғой, мен бүкіл Қазақстан бойынша, бүкіл облыс бойынша жасаймын да. Мысалы кеше Талдықорғанда жасаған үйдің проектісін көрсеттім. Ақтауда бір мешіт жасап жатырық. Қызылорда, Шымкент, Атырау, жан жақтан бар. Оның бәрін мен видеоға түсіру үшін барлық жаққа барып шығуым керек та ол үшін. Үшіншіден, егер көргілеріңіз келсе, реализовать еткен ғимараттарды инстаграмда төмен қарай түсіңіздер, басқа видеоны қарап шығыңыздар. Ішінде жилой бар, коммерческий, бәрі бар. Төртіншіден, алдағы уақытта көрсетеміз, қазір жасап жатырық Алматыда. Коммерческий нелер де бар, жилой үйлер де бар. Алдағы уақытта көрсетеміз ғой, тіркеліп қойыңыздар парақшама. YouTube каналыма тіркеліп қойсаңыз да болады. TikTok бар менде, если что. Бәрі де қазақша ойлайды деп аталады.